Келесі 21-ден 30-ға дейінгі сұрақтарды оқимыз. Бұл жерде әр сұрақтар әр нені 2 рет оқиды. Әр диалогты сұрақты. Тыңдайық. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 2번 읽겠습니다. 교장 선생님, 지난주에 선생님들과 회의가 있었는데요. 지하에 있는 빈 교실을 창고나 토론방으로 이용하자는 의견이 있었습니다. 창고보다는 토론방이 더 낫지 않을까요? 학생들이 팀 과제를 준비하면서 편하게 얘기 나눌 공간이 부족하다는 말이 많았잖아요. 그런데 그 교실은 어둡고 환기가 잘 안 되는데 토론방으로 괜찮을까요? 에어컨도 설치가 안 돼 있고요. 그건 해결이 가능하지 않을까요? 거기를 창고로 쓰긴 좀 아까워요. 다시 들으십시오. 교장 선생님, 지난주에 선생님들과 회의가 있었는데요. 지하에 있는 빈 교실을 창고나 토론방으로 이용하자는 의견이 있었습니다. 창고보다는 토론방이 더 낫지 않을까요? 학생들이 팀 과제를 준비하면서 편하게 얘기 나눌 공간이 부족하다는 말이 많았잖아요. 그런데 그 교실은 어둡고 환기가 잘 안 되는데 토론방으로 괜찮을까요? 에어컨도 설치가 안 돼 있고요. 그건 해결이 가능하지 않을까요? 거기를 창고로 쓰긴 좀 아까워요. 21번 남자의 중심 생각을 고르십시오. 22번 Ал оқиық, қарайық. Осы 2 ретті оқиды және әрқайсында 2 сұрақтан болады. 21-ден ары қарай 50-ге дейін осылай болады, жалғасады. 교장 선생님. 교장 дегеніміз 학교ның басшысы. Яғни мектеп директоры. Немесе оқу орны директоры, иә? Жоқ, мектеп директоры ғой. Ал нені университет директорын чонжан дейді. Барлық елдердің басшылары. Жаңағы директор мырза дейді. Өткен аптада мұғалімдер мен жиналыс болған кезде, жиналыс болды дейді. Сол кезде чиае, жаңағы жер астындағы, жер төледе, төменгі қабатта, жердің асты төменгі қабаттағы бос тұрған көшел сынып бөлмесін чанго дегеніміз қойма. Қойма немесе жаңағы торонбан дегеніміз дебат жасау. Дебат бөлмесіне қолданайық деген сондай ұсыныстар болды дейді.
сосын енді кімнен директорден сұрап тұр. Жаңа директор айтады, жаңа қоймадан қарағанда жаңағы дебат бөлмесінің бөлмесі көбірек одан жақсы сияқты дейді. Атты деген жақсы емес пе дейді. Қоймадан қарағанда дебат бөлмесін ретінде қолдану, бөлмесі ретінде қолдану жақсырақ дейді. Жақсырақ емес пе? Жаңағы оқушылар тим кваджа дегеніміз жаңағы командалық топтық жұмыс. Кваджа дегеніміз проект, жұмыс, тим дегеніміз топ, топтық жұмыс дайындалатын кезде жаңағы ыңғайлы әңгіме бөлісіп, жаңағы дискасын жасап, талқылап, сонда жасайтын нелер, кеңістіктер, жерлер, орындар, кеңістіктер жетпейді деген сөздер көп емес пе дейді, жетпей жүр емес пе дейді. Алайда ол бөлме қараңғы және хуанги дегеніміз жаңағы вентиляция, ауа желдету, вентиляция да жақсы болмайды емес пе? Жақсы емес еді. Жаңағы дебат бөлмесіне бола бере ма дейді. Дебат бөлмесі ретінде қолдануға болады ма дейді. Және жаңағы эйркон, кондиционер де орнатылған жоқ дейді. Орнатылмаған дейді. Сосын намжа айтады, мектеп директоры. Ол нәрселер хегел дегеніміз шешу. Канын қада дегеніміз мүмкіндік. Оларды шешу мүмкін емес пе дейді. Ол жерді, когері ол жерді, яғни қойма ретінде пайдалану, қазақша айтқанда обал дейді да, ретінде аквипта дейді, жоқ, үнемсіз дейді, үнемсіз деген сөз. Енді тыңдап осы намжаның негізгі ойын таңдау керек. Негізгі ойы қандай? Кешіре пульпионған чомыл көчөя қанда. Осы сияқты. Жаңағы бөлменің ыңғайсыз жерін жөндеу керек дейді, көчеде деген жөндеу, түзету. Келесі. Бұл пин көшеріл торомпан으로 활용하는 게 좋다 дейді. Айтады, бос бөлмені жаңағы дебат бөлмесі ретінде пайдалану дұрыс дейді, жақсы дейді. 학생들의 팀별 과제를 늘릴 필요가 있다 дейді. 늘리다 дегеніміз increase, expand, көбейту. Студенттердің, оқушылардың жаңағы командалық жұмысын көбейту керек дейді, өсіру керек дейді. Торон суғыбыл үйге көшірі, бұл жайлы айтқан жоқ негізі. Қате болады. Торон суғыбыл үйге көшірі нөлге чея қанда дейді. Жаңағы талқылау, торон дебат, талқылау бөлмесін сабағы үшін бөлмелерді одан кеңірек етіп жасау керек дейді. Чита деген сондай тұрғынсу жасау, соғу жасау керек дейді. Бұл да ол жайлы айтқан жоқ. Енді бұл негізгі ойы ғана түзеу емес, бұны жаңағы не арқылы торон пан ретінде қолдануған жақсы деп айтты. Негізгі ой осы. Келесі 22. 들은 내용과 맞는 것을 고르십시오. 지하에 창고를 새로 만들었다.
жер астында төменгі қабаттан қойманы жаңадан жасады дейді. Қойма жаңадан жасады дейді. Жоқ, жасаған жоқ. 남자는 빈 교실의 환기 문제를 해결했다 дейді. Ер кісі бос бөлмедегі вентиляция проблемасын шешті дейді. жоқ, ондай әлі шешкен жоқ. 여자는 지난주에 선생님들과 회의를 했다. әйел кісі өткен аптада мұғалімдермен бірге жиналыс жасады дейді. осы дұрыс сияқты. өткен апта деді ма? иә, 지난주 деп айтылды. 지난주에 선생님들과 회의가 있었는데 дейді. соңғысын оқи салайық. 지하에 있는 교실에 에어컨을 모두 설치했다 дейді. төмен қабатта орналасқан сынып бөлмесіне жаңағы кондиционерді барлығын орнатты дейді. Болды жоқ, әлі орнатқан жоқ. сондықтан үшіншісі дұрыс болады. келесі 23 пен 24-ті тыңдайық. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 2번 읽겠습니다. 거기 청년희망센터죠. 면접 때 입는 정장을 무료로 빌릴 수 있다고 해서 전화 드렸는데요. 어떻게 하면 되나요? 이 서비스는 인주시에 살고 있는 인주 시민이라면 누구나 이용할 수 있습니다. 신청은 회사 면접 보기 일주일 전부터 가능하고요. 대여 신청은 홈페이지에서 하시면 되는데요. 홈페이지에서 원하는 옷을 선택하고 예약한 날 신분증을 가지고 오시면 됩니다. 혹시 정장을 택배로도 받을 수 있을까요? 네. 이메일로 신분증 사본을 보내고 택배비를 내시면 됩니다. 다시 들으십시오. 거기 청년희망센터죠. 면접 때 입는 정장을 무료로 빌릴 수 있다고 해서 전화 드렸는데요. 어떻게 하면 되나요? 이 서비스는 인주시에 살고 있는 인주 시민이라면 누구나 이용할 수 있습니다. 신청은 회사 면접 보기 일주일 전부터 가능하고요. 대여 신청은 홈페이지에서 하시면 되는데요. 홈페이지에서 원하는 옷을 선택하고 예약한 날 신분증을 가지고 오시면 됩니다. 혹시 정장을 택배로도 받을 수 있을까요? 네. 이메일로 신분증 사본을 보내고 택배비를 내시면 됩니다. 23번. (24번) 다음을 ал тыңдап жауап берді деп ойлаймын. мен де жауап беріп үлгердім. оқып аударып берейін арасында түсінбеген сөздер болса. телефонмен звондап тұр. телефон соғып тұр. ер кісі. 거기 전년 희망 센터죠 дейді. 전년 дегеніміз жастар. 희망 дегеніміз үміт орталығы. сондай
сондай орталық жастарға көмектесетін айтады. 면접대 입을 전장을 무료로 빌릴 수 있다고 해서 전화 드렸는데요. 어떻게 하면 되나요? 면접 дегеніміз сұхбаттасу. орысша собеседование дейді ғой. яғни сұхбаттасуда киетін 전장 дегеніміз костюм шалбар. соларды 무료 деген тегін жаңағы 빌리다 дегеніміз қарызға алу. тегін қарызға алуға болады деп айтқан соң дейді. 있다고 하다 деген бар ғой. айтты деп. солай деп айтқан соң телефон шалдым дейді. қалай жасауым керек дейді, қалай істесем болады дейді. бұл сервис, бұл қызмет инжу қаласында тұратын инжу тұрғыны болса, шимен дегеніміз қала тұрғыны, инжу тұрғыны болса, кез келген адам кез келген адам пайдалана алады дейді бұл қызметті. 신청은 회사 면접 보기 일주일 전부터 가능하고요 дейді. жаңа өтініш беру. жаңағы компанияға сұхбаттасуға барардан бір апта бұрын беруге болады дейді. мүмкін дейді. жаңағы өтініш беруге болады. 대여 신청은 홈페이지에서 하시면 되는데요 дейді. жаңағы 대여 дегеніміз сол жалға беру, қарызға алу. сондай өтінішін 대여 жалға беру алу өтінішін 홈페이지 жаңа сайтында жасауға болады дейді. 홈페이지에서 원하는 옷을 선택하고 예약한 날 신분증을 가지고 오시면 됩니다. жаңағы интернеттен қалаған киімді таңдап, сосын 예약한 жаңағы алдын ала резерв жасаған, алдын ала тапсырыс берген күні жаңағы жеке куәлігіңізді алып келсеңіз болады дейді. 혹시 전장을 택배로도 받을 수 있을까요? дейді. бәлкім алайда жаңа костюм шалбарды немен де алсам бола ма дейді. почта арқылы да алуға болады ма дейді. жаңағы имейл арқылы жеке куәлігіңіздің көшірмесін жіберсеңіз, және почта жіберу қызметінің де ақысын төлесеңіз, жіберсеңіз болады дейді. несіне төлемдеп берсеңіз болады. енді мына жер айтады. 남자가 무엇을 하고 있는지 고르십시오 дейді. жаңа ер кісі не істеп жатыр, соны таңдаңыз дейді. 전장 대여 방법을 알아보고 있다. жаңа костюм шалбарды жалға алу әдісін жолын арабода дегеніміз біліп отыр. сұрап біліп жатыр деген, сұрап білу, қарастыру, соны сұрап біліп жатыр. 전장 대여 осы дұрыс болады. қалай алатын, жаңағы 택배мен алуға болады ма, соны сұрап жатыр. 전장 대여 날짜를 문의하고 있다 дейді. жаңағы костюм шалбарды алатын күнді сұрап жатыр дейді. 문의하다 деген сұрап жатыр дейді. жоқ, оны өзің қалаған уақытты таңдайсың. 전장 대여 가격을 확인하고 있다. бағасын біліп жатыр дейді. 확인하다 дегеніміз тексеру, растау. бағасын тексеріп жатыр. жоқ, бағасы тегін.
전잔 대여 예약을 변경하고 있다. 변경 дегеніміз өзгерту. жаңағы алдын ала келіскен күнді резервін жасаған күнін өзгертіп жатыр дейді. Жоқ, оны өзгертіп жатқан жоқ. Там біріншісі дұрыс. келесі. жаңа мазмұнымен сәйкес келетін таңдау керек. 센터에서 신청자가 입을 옷을 골라준다 дейді. жаңа өтініш берген кісінің киетін киімін таңдап береді дейді. жоқ. өзіңіз интернет арқылы жаңа хом пейджі арқылы бастапқы бетінен таңдайсыздар. 센터에 가서 현장 대여 신청서를 내야 한다. жаңағы центрге барып, жаңағы өтінішті беру керек дейді. жоқ, интернет арқылы береді. Бұл қате. 가서 емес интернет арқылы. 이 서비스로 신청한 옷을 택배로 받기는 어렵다 дейді. осы қызмет арқылы өтініш берген киімді жаңағы немен жеткізу қызметі почта арқылы алу қиын дейді. жоқ, қиын емес. жаңағы жеке куәлігін жіберсе болды, және суретін және ақысын төлесе болды, жеткізу қызметінің ақысын төлесе болды. 이 서비스는 인주시에 살고 있어야 이용할 수 있다 дейді. иә, бұл қызметті 인주 қаласында тұрсаңыз ғана, тұрып ғана пайдалануға болады. келесі 25-26. 듣고 물음에 답하십시오. 2번 읽겠습니다. 선생님께서 만든 놀이터는 기존의 놀이터와 어떻게 다른가요? 이곳은 기존의 놀이터보다 크고 넓지만 그네나 미끄럼틀 같은 놀이기구는 하나도 없습니다. 대신 모래밭과 물이 흐르는 개울이 있고 작은 언덕도 있어요. 언덕 옆에 오래된 통나무들도 놓여 있고요. 이곳에 오면 아이들은 언덕을 오르거나 통나무를 타보기도 하고 개울에서 물놀이를 하기도 해요. 놀이기구가 없기 때문에 아이들은 무한한 상상력을 발휘하게 되는 거죠. 이곳에서 아이들은 각자 다른 방법으로 새로운 것들을 해보면서 자유롭게 놉니다. 다시 들으십시오. 선생님께서 만든 놀이터는 기존의 놀이터와 어떻게 다른가요? 이곳은 기존의 놀이터보다 크고 넓지만 그네나 미끄럼틀 같은 놀이기구는 하나도 없습니다. 대신 모래밭과 물이 흐르는 개울이 있고 작은 언덕도 있어요. 언덕 옆에 오래된 통나무들도 놓여 있고요. 이곳에 오면 아이들은 언덕을 오르거나 통나무를 타보기도 하고 개울에서 물놀이를 하기도 해요. 놀이기구가 없기 때문에 아이들은 무한한 상상력을 발휘하게 되는 거죠. 이곳에서 아이들은 각자 다른 방법으로 새로운 것들을 해보면서 자유롭게 놉니다. 25번 26번
다음을 듣고 물음에 답하십시오. осылай белгілеп үлгердім енді. Негізі сіздерге алдымен сұрақтарды тезірек оқып шығуды кеңес беремін. Сұрақтар мен жауаптарын. Сосын тыңдаған кезде, тыңдап отырып тезірек табасыздар. Так. оқып аударып көрейік. 선생님께서 만든 놀이터는 기존의 놀이터와 어떻게 다른가요? сіз жасаған 선생님께서 деп жаңағы үлкен кісіге обращение жасаған кезде, қараған сөйлескен кезде айтады. Сіз жасаған жаңағы 놀이터 дегеніміз балалардың ойнайтын жері, ойнайтын алаң. 기존 деген алдындағы, осыған дейін болған алдындағы бар негізгі ойнайтын алаңның қалай өзгеше дейді. Тары өзгеше. 이곳은 기존의 놀이터보다 크고 넓지만 큰이나 미끄럼틀 같은 놀이 기구는 하나도 없습니다. бұл жер жаңағы алдыңғы ойын алаңынан қарағанда үлкен және кен болғанымен кіне дегеніміз сондай ойын біздегі 6 баған сияқты сондай не алатын жерде байланып осылай тербелетін ойын 기구 놀이기구 ойыншық дейміз ба жоқ осындай микром дегеніміз не бар ғой микробта дегеніміз таяғанау ғой андай детская горка дейді ғой кішкене төбесіне отырып бүйтіп сырғанап жүретін төбеге шығып сондай сырғанақ сияқты 놀이기구 сондай ойын машиналары дейміз ба, сондай ойын машиналары жоқ, біреу де жоқ дейді. 대신 모래밭과 물이 흐르는 개울이 있고 작은 언덕도 있어요 дейді. оның орнына жаңа 모래밭 дегеніміз құм салынған 모래밭. 모래밭 құм алаңы, жаңа құм салынған нәрсе алаңы бар, құм бар дейді. және су ағатын кеуіл дегеніміз кішкене ғана көлшік бұлақ жылға бар дейді. барды жеті. және 작은 언덕도 있어요 дейді. және кішкене 언덕 дегеніміз төбешік. кішкене төбешік те бар дейді. 언덕 옆에 오래된 돈나물도 놓여 있고요 дейді. жаңа төбешіктің жанында кішкене ескірген 돈나물 дегеніміз не? 나무. бөренелер де бар дейді. бөренелер де тұр дейді, жиналып тұр дейді. 이곳에 오면 아이들은 언덕을 오르거나 돈나무를 타보기도 하고 개울에서 물놀이를 하기도 해요 дейді. осы жерге келсе балалар жаңағы төбешікке шығып немесе жаңағы бөренелерге шығып ойнап, төбесіне отырып ойнап көріп және бұлақта жаңағы су ойынында ойнайды дейді. 놀이기구가 없기 때문에 아이들은 무한한
무한한 상상력을 발휘하게 되는 거죠. жаңа ойын машиналары, ойын құралдары сондай жоқ болғандықтан балалар жаңа шексіз, мухан деген шексіз санрек дегеніміз сондай қиялдау қабілеті, рек дегеніміз қабылдау, сан дегеніміз қиялды, шексіз қиялдау қабілетін сондай көрсетеді дейді. Парюха дегеніміз көрсету, шоу, демонстрация жасау. Сондай көрсететін болады дейді. Игосесо айдырын, жаңа ойын жоқ болғаннан кейін өздері әртүрлі қалаған ойындарын ойнайды. Игосесо айдыр은 각자 다른 방법으로 새로운 것들을 해보면서 자유롭게 놉니다. осы жерде балалар әрқайсысы, какча дегеніміз әрқайсысы, әр адам әртүрлі әдіспен жаңа нәрселерді жасап көріп, еркін, 자유롭다 дегеніміз еркін ойнайды дейді. Қалағанша өз еркімен ойнайды дейді. Енді баланың еркісінің негізгі ойын таңдау керек. 아이들은 아이들이 노는 놀이터는 공간이 넓을수록 좋다 дейді. Балалардың ойнайтын жаңа ойын алаңының кеңістігі үлкен болған сайын, үлкен болған сайын жақсы дейді. Ондай әңгіме айтқан жоқ ол. Жай ғана алдындағыдан қарағанда үлкендеу деп айтты. 놀이터에 다양한 놀이 기구들을 더 설치해야 한다 дейді. ойын алаңына әртүрлі ойын жаңа құралдарын, машиналарын тағы да орнату керек дейді. Жоқ, оның ойынша болмау керек ойын жаңағы машиналары, құралдары. 놀이터에 있는 놀이기구의 관리를 철저히 해야 한다 дейді. аударматын 철저히 дегеніміз сондай жақсылап, жүйелі түрде жасау керек. ойын алаңдағы ойын машиналарын, құралдарын куәлерін басқару, оларды қызмет көрсету, жақсылап жасау керек дейді. Қадағалауды жүйелі түрде жасау керек. Бұл туралы да айтқан жоқ. Мен үшіншісі. 놀이기구가 없는 놀이터는 상상력을 기르기에 좋다 дейді. ойын құралдары, машиналары жоқ ойын алаңы адамдардың ойлау қабілетін арттырады дейді. Ойлау, қиялдау қабілетін арттырады, өсіруге жаңағы жақсы дейді. Осы дұрыс болады. Негізгі ойы осы. 26. Тыңдаған жаңағы мазмұнмен бірге сәйкес келетін таңдау керек. 이 놀이터는 기존 놀이터보다 작아졌다 дейді. керісінше үлкейді. бұл ойын алаңы алдыңғы ойын алаңынан қарағанда кішілеу дейді. жоқ. 안전을 위해서 놀이터의 덤나무들은 치워야 한다. 치웠다 дейді. және қауіпсіздік үшін ойын алаңының несі? Бөренелерді алып тастады дейді. 치우다 дегеніміз алып тастау, жоқ. 놀이터의 안에 burada hadi. 놀이터 안에 모래밭을 없애고 언덕을 만들었다.
ойын алаңының ішіндегі жаңағы құмды жоғалтып, құмды алып опседа дегеніміз жоқ ету. Оппа деген жоқ қой. Ал соны жоқ ету опседа дейді. Жоқ етіп, жаңағы төбешік жасады дейді. Он тобыл мандротта төбешік жасады дейді. Бұл да қате. Екеуі де бар. Жаңа морепатта, ондокта бар. Үшінші. 이 놀이터에서 아이들이 물놀이를 할 수 있다 дейді. бұл ойын алаңында балалар жаңағы су ойындарында ойнай алады дейді. Мінекей, осы үшіншісі дұрыс. келесі 27 мен 28-ді тыңдайық. 두 번 읽겠습니다. 수미 씨, 이번 단합대회 정말 좋지 않았어요? 저는 부서원들이랑 운동도 하고 음식도 같이 해 먹으니까 더 친해진 것 같아요. 그렇긴 한데, 저는 좀 피곤했어요. 장소가 멀어서 이동하는데 시간도 꽤 걸렸고요. 좀 피곤하긴 해도 서로 소통할 기회도 생기고 가끔 교회로 나가 바람을 쐬는 것도 괜찮지 않아요? 단합대회를 밖으로 나가서만 해야 하는 건 아니잖아요. 단합이나 소통을 위한 거라면 회사 안에서도 가능할 것 같아요. 다시 들으십시오. 수미 씨, 이번 단합대회 정말 좋지 않았어요? 저는 부서원들이랑 운동도 하고 음식도 같이 해 먹으니까 더 친해진 것 같아요. 그렇긴 한데, 저는 좀 피곤했어요. 장소가 멀어서 이동하는데 시간도 꽤 걸렸고요. 좀 피곤하긴 해도 서로 소통할 기회도 생기고 가끔 교회로 나가 바람을 쐬는 것도 괜찮지 않아요? 단합대회를 밖으로 나가서만 해야 하는 건 아니잖아요. 단합이나 소통을 위한 거라면 회사 안에서도 가능할 것 같아요. 27번. 음, (28번) 다음을 듣고 물음에 답. келесі 27 мен 28. 수미 씨, 이번 단합 대회 정말 좋지 않았어요? дейді. 단합 дегеніміз unity, join дейді, combine. сондай бірігу. 대회 дегеніміз осындай жарысы. ағылшынша team building деп те айтып жатады. жалпы жаңа бір бөлімде жұмыс істеп жатқан адамдар, егер қызметкерлерді осылай бірге жиналып, әртүрлі кішкене жарыстар жасайды, көбірек араласу үшін, бір-бірімен жақын араласу үшін, жақын тіл табысып, жақындасу үшін осындай кішкене походқа шығып не болады. Сондайға арналған. танхаб дегеніміз негізі бірігу деген, join. Текве дегеніміз жарысу. Жарыс. Енді қазақша солай. Қазақша қалай айтатынын білмедім.
айтады осы жолғы сол бірігу жарысы, бірлік жарысы. Сондай жақсы болды емес пе? Мен пусо дегеніміз бөліме, бір ненің бөлімі, компанияның. Дегеніміз адамдар. Сол бөлімдегі адамдармен бірге жаңағы спортпен де айналысып, тамақты да бірге жасап жегендіктен, одан да чинхе жида дегеніміз, одан да жақын араласу. Сол одан да жақынырақ болып кеткен сияқтымын дейді. 그렇긴 한데 저는, енді қыз айтады, 좀 피곤했어요 дейді. солай дегенмен мен кішкене шаршадым дейді. 장소가 멀어서 이동하는데 시간도 꽤 걸려요 дейді. 장소 деген орын, болатын жер. Болатын жерде орны да алыс болғаннан кейін, 이동하다 дегеніміз жылжу. Бір жерден екінші жерге көшу, жылжу, бару. Жаңа бару да, баруға уақыт шиғанымыз. Ке дегеніміз өте сондай. Әсірелеу, шиғанда ке өте көп, көп алды дейді. Баруға өте уақыт көп алды дейді. Сосын ер бала айтады. 좀 피곤하긴 해도 서로 소통할 기회도 생기고 가끔 교회로 나가 바람을 쐬는 것도 괜찮지 않아요? кішкене шаршағанмен бір-бірімізбен сондай 소통하다 дегеніміз араласу, сөйлесу, қарым-қатынасу. Бір-бірімізбен сөйлесу мүмкіндігі де пайда болып, және кәкім дегеніміз андасында жаңағы 교회 дегеніміз жаңағы мектеп сыртында немесе компания сыртқа шығып, 바람을 쐬다 дегеніміз жай таза ауа жұту деген сияқты, сондай ауаны араласып, жаңа ауа жұту. Таза ауа жұтып келгенде жақсы емес пе дейді. 단합 대회를 밖으로 나가서만 해야 하는 건 아니잖아요 дейді. жаңағыдай бірігу жарысын сыртқа бару ғана жасау міндетті емес, жасау керек емес қой дейді. 단합이나 소통을 위한 거라면 회사 안에서도 가능할 것 같아요 дейді. жаңағыдай бірігу немесе жаңағы қарым-қатынас үшін, сөйлесу үшін арналған болса, жаңағы компанияның ішінде ғана, жұмыстың ішінде ғана де жасауға болады емес пе дейді. енді біз не істейміз? 남자가 여자에게 말하는 의도를 고르십시오. Meaning importance. жаңа сөздер. Ой дегеніміз мағынасы және маңыздылығы деген сөз. 참여 дегеніміз қатынасы, 방식 дегеніміз әдісі. Мағынасы, маңыздылығы. 지적하다 дегеніміз көрсету.
의도 дегенimiz ниеті. Жаңағы ойы, иә. Баланың қызға айтып тұрған ниеті, не үшін айтып тұр деген сөз, соны таңдаңыз дейді. Ниеті немесе сондай intention. Бірігу жарысының мағынасын айтып отыр дейді. Жаңа не үшін барып келгенін, жаңағы сол дұрыс болады. Екінші, чамюрул путах харёго дейді. Жаңағы жарысқа қатысуға сұрауға, өтініш беруге, қатысу үшін сұрау үшін айтып отыр дейді. Жоқ, уже барып келді олар. Танғап текуе паншигіл пакурего. Соның жарыстың әдісін өзгерту үшін айтып отыр дейді. Жоқ, бұны әдісі ұнайды оған. Өзгерту керек емес. Және танғап текуе мунжері чичо харего дейді. Сондағы жаңағы жарыстың, бірігу жарысының негізін проблемаларын көрсету үшін, айту үшін айтып отыр дейді. Жоқ, баланың ойынша ешқандай не жоқ, проблема жоқ, көріп тұрған жоқ. Сондықтан біріншісі дұрыс болады. Екінші, мазмұнымен сәйкес келетінді таңдау керек. Танғап текуесі 음식을 만들어 먹었다 дейді. Жаңағы жарыста бірге спортпен айналысты және бірге тамақты да жасап жеді деп айтты. Сонда біріншісі дұрыс. Қалғандарында оқи салсам, қыз Йожанның танғап текуе чамсо хачианатта дейді. Қыз бала жаңағы жарысқа қатыспады дейді. Жоқ, екеуі бірге барып келді. Чамсо дегенде қатысу. танғап текуенің 회사 안에서 진행됐다 дейді. жүргізу 진행하다, жүргізілді. компания ішінде болды дейді. жоқ, сыртқа шығып келді олар. 남자는 танғап теку에서 운동을 안 했다 дейді. бала жаңағы жарыста спортпен жаңағы спорт ойынын ойнамады дейді. Ол туралы айтқан жоқ негізі, бәріне қатысты. Қате нәрсе, сондықтан біріншісі дұрыс. Келесі, соңғы 29 пен 30 осы сабақтың соңғы видеосын тыңдап, осы видеоның соңғы сұрағы деген тыңдап 하십시오. жауап берейік. 2번 읽겠습니다. 오늘처럼 팬들로 가득 찬 야외 공연장 관리는 쉽지 않으시겠어요. 아무래도 실내 공연장보다 힘들긴 합니다. 저희는 공연을 하는 동안 무대 아래에서 사람들이 안전선을 넘어가지 못하게 하고 열성 팬들의 돌발 행동에도 대비해야 하는데요. 야외 공연장은 관중이 많아서 관리가 더 힘들죠. 또 오늘처럼 비가 오면 사람들 움직임도 잘 안 보이거든요. 그래서 실내 공연장에 있을 때보다 훨씬 긴장됩니다. 다행히 오늘은 사고가 없었지만 사고가 발생하면 어떻게 하시나요? 무대의 가수들을 먼저 이동시키고 상황별 행동 수칙에 따라 대처를 합니다. 다시 들으십시오. 오늘처럼 팬들로 가득 찬 야외 공연장 관리는 쉽지 않으시겠어요. 아무래도 실내 공연장보다 힘들긴 합니다. 저희는 공연을 하는 동안 무대 아래에서 사람들이 안전선을 넘어가지 못하게 하고 열성 팬들의 돌발 행동에도 대비해야 하는데요. 야외 공연장은 관중이 많아서 관리가 더 힘들죠.
또 오늘처럼 비가 오면 사람들 움직임도 잘 안 보이거든요. 그래서 실내 공연장에 있을 때보다 훨씬 긴장됩니다. 다행히 오늘은 사고가 없었지만 사고가 발생하면 어떻게 하시나요? 무대의 가수들을 먼저 이동시키고 상황별 행동 수칙에 따라 대처를 합니다. 29번. 30번. 'мынау енді күрделірек және ұзағырақ екен. жаңа сөздер көп болу керек. сөздер ішінде оқып бірге аударайық. 요지가 айтады. 오늘처럼 밴들로 가득 찬 야외 공연장 관리는 쉽지 않으시겠어요. бүгін сияқты 밴들로 가득 찬 밴들 дегеніміз фанаттар болады. соны алып жатыр. жаңа фанаттарға 가득 찬 дегеніміз өте толған деген. жаңағы фанаттарға толы 야외 공연장. 야외 дегеніміз сыртта болатын 공연장, жаңа концерт орнын 관리는 쉽지 않으시겠어요 дейді. соларды басқару, реттеу ұйымдастыру оңай емес дейді. еркіс айтады. 아무래도 실내 공연장보다 힘들긴 합니다. қалай десек те жаңағы 실내, 야외, 실내 дегеніміз ненің ішінде, ғимарат ішінде болатын неден қарағанда, концерт орнынан қарағанда, залынан қарағанда кішкене шаршаймыз дейді. кішкене қиындау. 저희는 공연을 하는 동안 무대 아래에서 사람들이 안전선을 넘어가지 못하게 하고 열선 밴들의 돌발 행동에도 대비해야 하는데요. біз жаңағы концерт болып жататын уақыт бойы концерт 무대 дегеніміз сахнаның астындағы адамдар 안전선 дегеніміз қауіпсіздік сызығын асып кетпеуге жасаймыз дейді. асып кетпеуге жасап, кедергі жасап, кетпейтін етіп, асып кетпейтін етіп, және 열선 밴들 дегеніміз сонда қызуқанды. 열선 дегеніміз энтузиазм, қызуқанды, жаңа фанаттарды, 돌발 дегеніміз аяқ астынан болу. хендо дегеніміз іс-әрекеті, аяқ астынан болатын іс-әрекетіне де 대비하다 дегеніміз дайындалу. іс-әрекетіне де дайындалуымыз керек дейді. олардың жаңағыдай неден сызықтан өтіп кетіп, неге жүгіру, суретке түсу үшін жаңағыдай сондай әртүрлі жаңа
аяқ астынан болатын іс-әрекеттеріне де дайындалуымыз керек дейді. 야외 공연장은 관중이 많아서 관리가 더 힘들죠. 관중 더 힘들죠. 관중 дегеніміз аударып көрейік. 스펙타클 갤러리 아우디언스 көрермендер. жаңағы сыртта болатын концерт орнында жаңағы көрермендер көп болатын болғандықтан және оларды жаңағы басқару да қиындау дейді, қиын дейді. 또 오늘처럼 비가 오면 사람들 움직임도 잘 안 보이거든요. және де сондай-ақ бүгінгі күн сияқты жаңбыр жауса адамдардың адамдардың қозғалысы да жақсы көрінбейді ғой дейді, көрінбейді емес пе. 그래서 실내 공연장에 있을 때보다 훨씬 긴장됩니다. сондықтан жаңағы ғимараттың ішіндегі концерт залына қарағанда, ішінде болатынға қарағанда өте, сонда 훨씬 дегеніміз өте 긴장되다 дегеніміз жаңағы nervös дейді ғой, сондай кішкене нервничать етеді, қалай кішкене nervös болады неден қарағанда, кішкене қалай айтамыз қазақша, 긴장 деді. 되지 않으면 된다. ерінші. жүйке болу, жүйке. жалпы сондай түсініңдер ғой. нервничать. сондай болады. абыржуа, күйгелектену, күйкісі толқу дейді. неден қарағанда көбірек абыржисың дейді. ішке қарағанда сыртта болса көбірек сондай абыржисың. қыз айтады. 다행히 오늘은 사고가 없었지만 사고가 발생하면 어떻게 하시나요? дейді. яғни жақсы болғанда, құдайға шүкір дейді. сондай бүгін ешқандай не болмады, саго болмады. сондай аксидент, төтенше жағдай, ешқандай не болмады, оқиға болмады. ешқандай оқиға болмады. егер де бір оқиға болып қалған кезде пайда болса, не істейсіз? 무대의 가수들을 먼저 이동시키고 상황별 행동 수직에 따라 대처를 합니다. сахнадағы мені
әншілерді алдымен моншо деген алдымен иден шикиго алдымен алып кетіп басқа жаққа ауыстырып, одан кейін санхуангел дейді, сол оқиғаға байланысты, әр оқиғаға байланысты сол іс-әрекет ережесі бар. Алдын ала ереже дайындалған, не істеу керек екен. Сол ережеге қарай байланысты әрекет етеміз. Сұрақтарын оқиық. 남자는 누구인지 맞는 것을 고르십시오. ер кісінің кім екенін таңдаңыз. 권연 장소를 소표하는 사람. 소표 дегеніміз casting, liabilities, cost, 간단한 сөйлемдесте. сол 소표. табір. 소표. орысша. связь, контакт, взаимодействие. сол ненің жаңа концерт залына осындай байланыс жасайтын адам дейді. Концерт жаңа болатын орында байланыс жасайтын адам. 권연전 좌석을 안내하는 사람. жаңағы не болатын концерттің орындар, 좌석 деген орын. отыратын орындар, сол орындардың аннехата деген айтып беру, ақпарат беру. Соларды айтып беретін адам дейді. жоқ. 권연전에서 안전을 관리하는 사람. жаңағы концерт залында залының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, қауіпсіздігін жаңа басқаратын адам дейді. осы дұрыс. жаңа қауіпсіздігін басқаратын адам. 권연전에 무대 시설을 고치는 사람. концерт залындағы сахна жабдықтарын жөндейтін адам дейді. Бұл да қате. біріншісі жаңа байланыс жасайтынды тауып беретін сондай сияқты. Бұл да емес. қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адам. келесі. 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오 дейді. тыңдаған мазмұнмен дұрысын таңдаңыз. 오늘 공연은 실내에서 진행됐다. бүгінгі концерт ғимараттың ішінде болды дейді. жоқ, ауыз салуда 야외. 비가 왔음에도 공연장에 사람들이 많았다 дейді. жаңағы не көп болса да, жаңбыр көп жауса да, не адам концерт алаңына адамдар көп келді дейді. көп болды дейді. неге осы дұрыс? 오늘 өйткені мына жерде жаңбыр жауды деп айтты. адамдар көп болды деп айтты. үшінші. 오늘 공연 중에 열성 팬들로 인한 사고가 있었다 дейді. бүгін бүгін концерт ішінде жаңағы қызу қанды нелердің кесірінен солардан бір оқиға орын алды дейді. төтенше оқиға орын алды дейді. жоқ, ондай болған жоқ. 남자는 실내보다 야외에서 일할 때 마음이 편하다. жаңа баланың, ер кісінің ғимарат ішіне қарағанда, ғимарат сыртта жұмыс істесе, 마음이 편하다 дегеніміз жаңағы несі жайлы дейді, жаны жайлы дейді. жоқ,
керісінше кең жанқада деп айтты. Керісінше абыржуы көп болады. Нервничеті көп болады. Кең тұрымда. Сондықтан екіншісі дұрыс. Келесі видеода 31 мен 40-қа дейін, одан кейін 40-тан 50-ге дейін бәрін қарастырып шығамыз.